33 сабақ фигураларды теңдей етіп бөлуге берілген есептер. Бірінші есебіміз, яғни берілген фигураларды теңдей екі бөлікке бөліңіздер деп тұр. Демек, мына фигуралардың барлығын теңдей екі бөлікке бөлетін боламыз. Олай болатын болса, бөліп көрейік. Бірінші былай бөліп алсақ, сызсақ, және былайынан сызып шықсақ, яғни мен екі бөлікке бөлдім. Байқасаңыздар, мынау бір бөлігі, мынау екінші бөлігі, барлығы теңдей. Келесі фигураны екі бөлікке бөлейік. Тікесінен түсіреміз, және дәл осылай бөліп шығамыз. Енді байқасаңыздар, мына жақ бірінші бөлігі, мына жақ екінші бөлігі, яғни теңдей екі бөлікке бөлінді. Келесі фигураны теңдей екі бөлікке бөлу керек. Ол үшін фигураны теңдей екі бөлікке бөлу үшін мына фигураны алуымыз керек екен. Бұл жерде де міне бірінші бөлігі және екінші бөлігі. Келесі фигураны екі бөлікке бөлеміз. Екі бөлікке бөлінді. Яғни бірінші бөлігі және екінші бөлігі. Мына жердегі барлық 8-12 суреттің барлығын теңдей екі бөлікке бөлуіміз керек. Демек, келесі фигураны теңдей екі бөлікке бөлейік. Міне бірінші және екінші. Келесі фигураны да бөлеміз теңдей екі бөлікке. Теңдей екі бөлікке бөлінді. Мынау бірінші бөлігі, мынау екінші бөлігі. Келесі фигураны да бірінші бөлік, екінші бөлік. Фигураны теңдей екі бөлікке бөлінді. Яғни бір бөлік мынау, бір бөлік мынау. Үшінші қатардағы 4 фигураны да теңдей екі бөлікке бөлеміз. Оқушыларға осыны тапсырма берсеңіздер, оқушылар өте қызығып жұмыс жасайтын болады. Теңдей екі бөлікке бөліңіз, теңдей үш бөлікке бөліңіз деген есептер берілсе, оқушылар өте қатты қызығушылығы пайда болады бұндай есептерге. Міне, теңдей екі бөлікке бөліп жатырмыз. Бірінші бөлік, екінші бөлік, бірінші бөлік, екінші бөлік. Берілген фигураны теңдей екі бөлікке бөлеміз. Төмен қарай түсеміз, және екі бірлік артқа қарай, бір бірлік төмен және екі бірлік алға қарай. Байқасаңыздар, міне теңдей екі бөлікке бөлінді, бірінші, екінші. Яғни бұл тапсырмалардың барлығын оқушының оң жағындағы осының үстіне сызып көрсетсеңіздер де болады. Немесе оң жағына суретін қайтадан салуы керек. Теңдей екіге бөлеміз. Былай кезек-кезек жоғары төмен сызып шығатын болсаңыздар, теңдей екі бөлікке бөлінеді, бірінші және екінші. Келесі екінші есеп. Фигураны 4 бірдей бөлікке бөліңіз. Яғни 4-ке бөлуіміз керек болып тұр екен. Плюс қылып бөліп шығайық. Плюс қылып бөлінді. Мына тағы екінші плюс кетті. Үшінші плюс кетті және төртінші плюс. Мені қараңыздар. Бір бөлік, екі бөлік, үш бөлік, төрт бөлік. Яғни фигураны теңдей 4 бөлікке бөлдім. Бұл фигураны басқа да тәсілдермен бөлуге болады. Яғни бұның оқушылар мына жаққа барлық тәсілдерін бөліп сызып шығып көрсететін болады. Екінші тапсырмасы, бұл екінші тапсырманы фигураны 4 бөлікке бөліңіз дейтін болса, біріншісі дәл ортасынан қосу таңбасын қойсаңыз, бөлініп кетеді. Немесе мынаның ортасын үш сызықты біріктіретін болсаңыз да, бұл теңдей бөлініп кетеді. 4 бөлікке бөліңіз деп тұр ғой. Ортасындағы 3 бөлік сызатын болсақ, 4 бөлік пайда болады. Немесе басқа түрмен де бөлуге болады. Яғни, ол үшін былай жасап көрейік. Екі бірлік төмен қарай. L әрпі сияқты жазсақ болады. Ағылшынның L әрпі сияқты жасаймыз. Енді жоғары жағын мына жерден бөлесетін болсақ, мына жағында бір L әрпі, мына жақта L екіншісі, мына жақта L-дің үшіншісі, мына жақта L-дің төртіншісі. Яғни фигура бірдей 4 бөлікке бөлініп жатыр. 16 шаршыдан құралған фигураны теңдей екі бөлікке бөліңіз. Теңдей екі бөлікке бөлінген бөліктің барлық нұсқасын көрсетіңіздер. Яғни мына жаққа қанша нұсқада көрсете алады, солардың барлығын көрсетуі керек оқушылар. Екі бөлікке бөліңіз десе, дәл ортасынан былай бөлеміз, немесе былай бөлеміз деген сияқты түрлері көп бұл жерде. Осының бір бөлігін біз көрсетейік. Мына жағымыздың өзі бір бөлік. Қызылмен бояп шықтым ғой. Яғни L әрпіне ұқсас. Сол кезде мына жақта да L әрпіне ұқсас
екінші бөлігі пайда болады, яғни фигура екі бөлікке бөлінеді. Көптеген оқушылар дәл ортасынан бөлікті екі бөлікке бөліп жатады. Олар бұның басқа да бір нұсқалары, яғни бұл есептің негізгі 6 нұсқасы бар. Сол 6 нұсқасын да қарастырып сызуға болады.